Сәлем достар, бүгін үй жағдайында таба нан пісіреміз духовкада, яғни лепешка. Өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді нан. Ол үшін 300 мл жылы суға 100 мл жылы сүт қосамыз. 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз қосамыз. Және 1 шай қасық құрғақ сүт қосып араластырамыз. Енді 600-700 грамм ұнды ақырындап қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабысатын болады. Үстіне 50 грамм сары май қосып елейміз. Қамыр өте жұмсақ болады. 1-1,5 сағатқа тынықтырып қоямыз. Көтерілген қамырды бөлшектерге бөліп, дөңгелектер жасап қоямыз. Табамызға пергамент төсеп, күлшелерімізді саламыз. Енді нанның үстіне жағатын соусымызды дайындаймыз. 1 жұмыртқаға 2 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Күлшені жайып, бетіне қаймақты соусымызды жағып, күлшелерімізді жаямыз. Видеода көрсетілгендей. Үстіне күнжіт сеуіп, 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Нанымыз дайын, өте жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.